Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін пеште піскен көкөністерден ыстық салат дайындаймыз. Салатымызға керекті заттар: баялды, кәді, черри қызанағы, зәйтүн майы, соя соусы, кинза жапырағы, тауықтың төс еті, дәмдеткіштерге қызыл паприка, прованс кепкен көк шөптері, кепкен сарымсақ және тұз қажет. Ең алдымен тауығымызды осылай жалпақтап етіп турап аламыз. Тауығымызды турап бөлек ыдысқа салып, дәмдеткіштеріміздің барлығын саламыз. Одан кейін үстіне зәйтүн майы мен соя соусын құйып, барлығын жақсылап араластырып, тауығымыз маринадталғанша 10-15 минутқа қоямыз. Тауығымыз маринадтап болғанша біз көкөністерімізді тураймыз. Кәдімізді дәл солай бірнеше бөліктерге бөліп, төрт бұрышты етіп, үлкендеу етіп турап аламыз. Одан кейін баялдыны да дәл солай кәде екеуін бірдей етіп тураймыз. Одан кейін болгар бұрышында дәл солай ұзыншақ төрт бұрышты етіп турап қоямыз. Бұл жерде сіздер светофор болгар бұрышын алсаңыздар болады, түрлі түсті. Мен қызыл, жасыл түсін алдым. Одан кейін черри қызанақтарында дәл солай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Черри қызанақтарында су аз болғандықтан салатқа қосқан өте дәмді, суы шықпайды. Кинза жапырақтарында дәл солай үлкендеу етіп турап қоямыз. Енді біз маринадталған тауығымызды пергамент қағаз төсеп, пешке пісіріп аламыз тауығымызды. Бөлек ыдысқа кәдіні және баялдымызды саламыз. Үстіне тұз сеуіп, араластырып, зәйтүн майын құйып араластырамыз. Тауығымыз пісті. Енді біз көкөнісімізді пісіреміз. Баялды мен кәдіні де дәл солай пешке пісіреміз. Одан кейін болгар бұрышына да зәйтүн майын және тұз сеуіп араластырып қоямыз. Оны да пеште пісіріп аламыз. Барлық көкөністер пісті. Пеште енді ыдысқа тауықты, пеште піскен көкөністеріміздің барлығын саламыз. Черри қызанағын және кинза жапырақтарын, зәйтүн майын құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Өте оңай, тез әрі тойымды, дәмді салаттардың бірі. Салатымызды араластырып болғаннан кейін ыдысқа салып, үстіне әдемілік үшін кунжут дәндерін сеуіп қоямыз. Осы салат дастарханға ерекше сән береді. Сіздер де осындай дәмді салат дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.